Номер 30 гимназияның 10 А сынып оқушысы Марат Ұлханнұр. Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасы. Қашаннан қаяу көңіл сері ақан. Ильяс поэмасының қаһарманы ақан сері. Оның өмірінің трагедиялық беттері ақындық баяндауларда кеңінен ашылады. Автор кейіпкеріне деген ілтипатын жасырмай, тұсында сері болсын, пері болсын ұнайды, өмірімен ақан маған деп ашып айтады. Осындай ас болып жатты арқада бір. Қазақтың ескі дәстүрі бойынша өлген адамның ұрпақтары, әсіресе бай, дәулетті тұқым арада жыл өткен сайын, қайғы ұмтылып жан жарасы жазылғаннан кейін, алыс жақын елге, шамасы келсе 300-ге жар салып хабарлап ас беретін болған. Ұлы дүгірген жан жақты жиналған адамдар үшін үйлер тігіліп, арнайы күтіледі. Кең далаға әйгілі болған осындай астың бірі арқада ереңменді мекен еткен. Керейдің малы көп, малайы мол, бірнеше әйел алған, үрім бұтағы қаулап өскен, жасы 94-ке келіп өлген Сағынайға берілген. Осы асқа құлагерге мініп ақанда келеді. Құлагер, атаң тұлпар, анаң сұңқар. Ильяс поэмада 20 жүйрік атқа дейін сипаттама жасайды. Сол әйел, жүйрік ат, бақ дәулет өзінде ғана болсын дейтін батыраш, бұға дейін құлагерді сұратып ала алмаған соң кек сақтап, оған қарсы көк тұйғынды баптайды. Асқа келген құлагерді көріп қастандық ойлайды. Бұл арада құлагер мен көк тұйғынды мақтаған, даттаған сыбыстар болып жатты. Бас бәйге батыраштікі, ол жүлдені шаппай алады дегенді естіген ақан сері қатты ашуланып, осы жолы көк шолақты бөктеремін деп салады. Бұны естіген батыраштыны ашу қысып ақанның намысына тиетін ауыр сөздер айтады. Құлагер көк тұйғынның басы көзін сұғып озбасы атым сенікі деп серт береді. Сөйтіп бәйге бас салып, кішкентайынан ақан қолында өскен, құлагерге талай шауып, талай бәйге жеңіп алған жетім бала сері айтқан ақылмен тізгінді тежеп, қамшы салмай жер жақты шаң шаптырмай отырады. 1300 аттан суырып, 4 аталға озып, көкөзекті түзе бастайды. Сол кезде құлагер батыраштың қолынан мерт болады. Айырылмас терегіне айналған құлагерінен айырылған ақанның арқасы қайғыдан қайысып, өзегі өртенеді. Поэмадағы құлагер бейнесі қазақ даласындағы еркіндік пен бостандықтың, жүйріктік пен сұлулықтың символына айналды. Құлагерден айырылған ақанның шері, құлагер әнімен тау тастар алайды. Осы әннің құдіреті Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасын жазуына түрткі болады. Біраш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанат. Жат көздің соғы түйіп жүрер, бұлайра қап кете. Көп тамсанып кеттің жерге түкір.